Сәлем қыздар, бүгін шоколад туралы айтатын боламыз. Біздің жұмыс жасайтын шоколадымыз Айкам шоколады. Міне, түрі осындай болады. Мынау үлкен пачкасы 4 килограмм ішінде. Кондитерский магазиндерден банан фасованный түрлерін алсаңыздар болады. Килограммдап, жарты килограммдап сатылады. Мен жұмысыма Айкам шоколадын қолданамын. Сіздер колебаут немесе өздеріңіз қандай шоколад сіздерге ұнайды, соны пайдалансаңыздар болады. Но я советую осы Айкам шоколадымен жұмыс жасауға. Мен басқа да российский Чоковик, Цикао, бәрі колебаут, сондай шоколадтармен жұмыс жасап көрдім. Салыстырайыншы қайсы жақсы екен деп, айналып келіп Айкаммен жұмыс жасап жатырмын. Осы ең тиімді, ең ыңғайлы, ең капризный емес, жұмыс жасағанда жақсы қататын шоколад. Жалпы шоколадтардың 3 түрі бар, я? Молочный шоколад, міне қоңыр түрі. Осында молочный, киндер шоколад сияқты болады. Белый шоколад. Және темный шоколад. Темный шоколад бізде онша сұраныста көп емес, кішкене алып қойсаңыздар, арасында сұраған клиенттерге жасап беретін боласыздар. Ең көп жиі қолданылатын түрлері молочный және ақ шоколад. Ақ шоколад ең көп кетеді, себебі көп адамдар розовый, көк түсті шоколадты бояуды сұрайды. Сондай клубника в шоколаде сұрайтындарға осы ақ түсті шоколад, яғни жирорастворимый краситель арқылы бояп, осы ақ түсті шоколадты пайдаланасыздар. Жалпы таза шоколадтың құрамын айтатын болсақ, мысалы темный шоколад өзі 3 қана элементтен тұрады. Ол тертый какао, яғни какао бабыйдан жасап, какао бабый өсімдігінен алынады, және какао масло, сонымен сахар. Сол 3 ингредиенттен таза шоколад тұрады, және соевый лецитин кішкентай мизерный ғана мөлшерде шоколад бір-біріне жақсы бірігіп, гладкий болу үшін қосылады екен. Сонымен таза шоколадтың құрамы осында, ешқандай консервантсыз болуы тиіс. Белый шоколад аса бір негізі құрамы бойынша шоколадқа жатпайды, бірақ құрамында какао масло болғандықтан ол шоколадтың өзіндік дәмін береді. Сол себепті бұны шоколадқа былай жатқызады. Бірақ құрамы бойынша бұның құрамында бана какао тертый, какао бабы жоқ. Тек қана какао масло, қант, сухой молоко болады. Сол 3 элементтен тұрады. Какао масло өте қымбат ингредиент болып табылады. Оның иісі, өзіндік иісі болады. Жалпы шоколадтың еруіне осы какао масло әсер етеді. Шоколадпен айналысатын кісілер шоколадта обязательно темперирование деген негізгі ұғыммен темперированиемен айналысады, темперировать етіп барып шоколадты пайдаланады. Ол өте ауқымды ұғым, оның түрлері өте көп. Оны қазір алдағы уақытта айтатын боламын. Ал молочный шоколадтың құрамында дәл темный шоколад сияқты какао, тертый какао, какао масло, сахар және сухой молоко құрамында бар. Осы 4 элементтен тұрады. В общем, таза шоколадтың құрамдары осында, ешқандай консервант, краситель, дегендер болмауы керек желательно. Егер ондай болатын болса, ол значит натуральный шоколад емес деген сөз. Жалпы шоколадпен жұмыс жасағандықтан темперирование деген ұғыммен танысу өте маңызды. Мен сіздерге жалпылама айтып кетемін, бірақ темперирование бізге аса қажеті жоқ. Темперирование дегеніміз, осындай шоколадтың бана құрамындағы какао масло бар ғой, сол темперирование кезінде өте үлкен рөл атқарады. Какао масло өте ыстық температурада ғана ериді, яғни кристаллы жарылады. Сол кристаллын жару үшін шоколадты ыдысқа салып 50 градусқа дейін қыздырамыз. 50 градусқа қыздырғаннан кейін оны термометрмен, пирометрмен өлшеп тұру керек болады.
50 градусқа қызғаннан кейін алып, шығарып, әртүрлі әдіспен темперирование жасайды. Бірінші ең көп тарайтын түрі мраморный столда, яғни ручной әдісі деп айтылады. Шоколадты бағана 50 градуста ысытып әкелген соң мраморный столда былай шпатель арқылы шоколадты жұмыс жасайтын температурасы 29-31 градусқа дейін температурасын суытады, яғни түсіреді температурасын. Жұмыс жасайтын шоколадты солай дайындайды. Ол ручной әдіс бір түрі. Екінші әдіс калет әдісі. Жаңағыда 50 градусқа дейін температурада таза шоколадты ысытып әкеледі де, ыдысқа салған соң, мысалы, ыдысқа салған соң не істейді? Ысытып әкелген шоколадтың ішіне мынандай шоколадтың капелькаларын калета деп атайды. Осы калетадан сәл аз-аздан қосып тұрып, шоколадтың температурасын өлшей тұрып, пирометр арқылы температурасын өлшеп, 30-31 градусқа дейін түсіреді. Ол калета арқылы әдісі. Және микроволновка арқылы ерітетін әдісі. Ол негізі шоколадшілердің айтуы бойынша өте тиімсіз әдіс, сенімсіз әдіс деп, оны көп қолдана бермейді. Тағы бір әдісі көз мөлшермен жасап еріту деп те атайды. Оны яғни температурасын өлшемей уже профессионалдар солай-ақ темперирование жасай салады, өздері етіп, өстіп салып, ешқандай термометр, пирометрларды пайдаланбайды. Жалпы темперирование деген ұғыммен кішкене таныс болдыңыздар деген ойдамын. Біздің жағдайымызда темперированиемен еш бас қатырудың қажеті жоқ. Өйткені біз бұл бір кішігірім секрет, оны ешкімге айта бермеулеріңіз керек. Клиентке жұмыс жаса, мен тек итальянский шоколадпен итальянский дейсіздер, калебаут болса бельгийский шоколадпен жұмыс жасаймын деп айтасыздар. Бұл жалпы барлық қыздар негізі осы клубника в шоколадемен айналысып жүрген қыздар барлық жалпы осылай жұмыс жасайды. Секретный ингредиент деп айтатынымыз осы российский шоколад. Бұл российский шоколадтың кондитерский магазиндерде бағасы примерно 1000-1200 теңге шамасында. Түрі міне осындай үлкен дискеталар болып келеді. Бұны глазурь деп те атайды. Бірақ басқа обычный казахстанский или бір Пакнар деген фирманың глазурларынан айырмашылығы ерекше. Бұрында балалық шақтарыңызда фея периза деген шоколадты жегенсіздер ма? Сол шоколадтың дәміне ұқсайды. Дәмі бір шоколадқа ұқсайды, бірақ бұл таза шоколад емес. Бірақ таза шоколадпен екеуін араластырғанда идеальный шоколад шығады, қыздар. Консистенциясы идеальный болып, жақсы еріп, жақсы қататын болады. Андай капризный болмайды, бағанағыдай 50 градусқа дейін көтеріп, оны суыт деген ережені ұстанбайсыздар. Оның қалай еріту, қалай жасалуын келесі сабақта сіздерге көрсететін боламын. Біз жалпы осылай российский шоколад пен итальянский шоколадты араластыру арқылы, рецептісі осы клубника в шоколаденің, осы екеуін араластыру арқылы шоколадты ертіп клубникаға батырасыздар. Оның өзінің ережелері, мөлшерлері бар, оны алдағы сабақта көрсететін боламын. Белый шоколадты да тоже самый, осындай российский шоколадтың ақ түсі де бар, ақ түсімен араластырып, сөйтіп ертесіздер. Негізгі секреті осы рецепттің. Так что темперирование деген не, андай, мұндай деп еш бас қатырып, бас ауыртпай қойыңыздар. Сонымен шоколадты біз микроволновкада ертеміз. Сіздерге де, егер микроволновкаларыңыз жоқ болса, прям советую, егер конкретно осы іспен айналысамын деген ниетте болсаңыздар, микроволновка өте қатты керек. Егер микроволновка жоқ болса, онда водяной баняда да шоколадты ертуге болады. Темір табаны алып, ішіне су құясыздар. Су
су құйып, примерно жартысына дейін. И мынандай нервный ыдысқа шоколадты саласыздар, я. Былайынан көрсетейін. Мерный ыдыс, пластиковый ыдыс болады. Осында пластиковый мерный ыдысқа шоколадты салып ертемін. И шоколадты салып алған соң, былайынан батырып, түбін темірге тигізбей, қолдарыңызбен ұстап тұрасыздар. Қасықты алып, 15 секунд ұстап тұрасыздар, шығарасыздар. Жақсылап түбін үстімен былай араластырып, қайтадан әкеп 15 секундтай ұстап тұрасыздар. Қайтадан аласыздар. Қайтадан 15 секунд ұстап тұрасыздар. Осылай шоколадтарыңыз бірыңғай консистенция болғанша дейін араластырып тұруларыңыз керек. Идеальнандай бірыңғай гладкий шоколад болғанша дейін. Бұл әдістің қиыны уақыттарыңызды көп алады. Мен алғаш оқып жүрген кезде ешкім айтпаған болатын. Менде микроволновка үйде жоқ еді. Біз микроволновка зиян деп оны пайдаланбайтынбыз. Сол үшін мен водяной баняда ертетін. Водяной баняда осылай қолмен ерткенде бір шоколадты ертуге жарты сағат уақыттарыңыз кетеді. Ойлай беріңіздер. Мысалы, 2 шоколад ертетін болсаңыздар, уже 1 сағат уақыттарыңыз тек шоколадты ертуге кетіп қалады. Ал егер микроволновка алсаңыздар, 1 шоколадты 30 секундта ғана ертесіздер. 2 шоколадты 1 минутта ғана ертесіздер. Көрдіңіздер ме, қандай айтарлықтай айырмашылығы бар. Сол үшін ақшаларыңыз болып тұрса, микроволновка алуға болмай тұрса, ақырындап заказ қабылдап, осы водяной баняда жасай жүріп, кейін ақша жинап, микроволновка алуларыңызға болады. Міне, шоколадтарды осындай ыдыстарда, пластиковый ыдыстарда ерткен дұрыс. Мынау мерный ыдыс. Алғаш кезде мерный ыдыстарыңыз болмаса, үйде қандай пластиковый ыдыс бар, сода ертіп пайдалансаңыздар болады. Мынау обычно, мысалы, мед, сондайлардың шелектері бар ғой. Соларда ыңғайлы, өйткені қақпағы бар. Жұмыс жасап болған соң қақпағын жауып қойғанға. Осындай ыдыстарда ертесіздер. Сосын темір ыдыстарда еш уақытта шоколадты ертпеңіздер. Шоколад қатты кетеді, сұйылып кетеді да, қатпай қояды. Сонымен шоколадтың жұмыс жасау температурасы бағанағы 29-31 градус дедім ғой. Осы момент біздің шоколадты ерту кезде де керек. Яғни біздің шоколадымыз да сол 30 градус шамасында болғаны дұрыс. Сол кезде идеальны болып, жақсы қататын болады. Егер бізде шоколадтың температурасын жаңағы айттым ғой, термометр, ручка сияқты термометр болады, контактный деп айтады. Оны шоколадтың ішіне батырып, градусын өлшейді. Және пирометр деген болады. Ол бесконтактный. Кәдімгі үлкен магазиндерге кіргенде температураны өлшейтін термометр сияқты болады. Шоколадқа тигізбей, алыстан кнопканы басып, температурасын өлшейді. Көріп тұрғандарыңыздай, ондай құрылғы менде де жоқ. Мен сіздерге оны қалай үй жағдайында тексеруге болатынын көрсетемін. Үй жағдайында міне шоколадтың градусын кішкентай қасықты морозилкаға салу арқылы анықтауға болады. Шоколадтарыңызды ерітіп алып деген соң, қасықтың ұшын кішкене ғана батырасыздар, сілкейсіздер. 1-2 минуттан кейін шоколадтарыңыз қата бастау керек. Қатып, матовый түс болып басталса, міне уже матовый бола баставатыр. Онда шоколадтарыңыз жұмыс жасауға, матовый болды, шоколадтарыңыз жұмыс жасауға дайын деген сөз. Ал егер сол 1-2 минуттың ішінде буквально шоколадтарыңыз әлі де глянцевый болып жылтырлап тұрса, онда шоколадтарыңыз әлі жұмыс жасауға дайын емес. Онда шоколадты сіздер қатты ысытып жіберді деген сөз. Шоколадтарыңызды алып, ішіне бірден калета, итальянский шоколадтан кішкене, российский шоколадтан кішкене салу арқылы тез-тез араластырып жіберіңіздер. Ана ериді, сол еру процесінде шоколадтарыңыздың градусы да төмендейді. Қайтадан қасықты батырып көресіздер, мынандай матовый түске боялса,
Онда шоколадтарыңыз, жұмыс жасайтын шоколадтарыңыз дайын деген сөз, қыздар. Алғашқы уақытта осылай шоколадты тексеріп барып букеттеріңізді жинауға я вам советую. Егер ерте салып бірден букетті жинасаңыздар, шоколадтарыңыз әлі андай дайын болмаса, яғни сұйық болып қалған болса, қатты ысытып жіберген болсаңыздар, букеттеріңіз еріп, быт-шыт болады. Бекерге шығынға ұшырағанша бірден осылай тексеріп көріп барып қана букет жасауға мен сіздерге кеңес беремін. Сонымен бүгін шоколадтар туралы біраз ақпарат бердім деген ойдамын, қыздар. Керегін түртіп, ескеріп, алдағы уақытта қолданарсыздар. Сәттілік!